Ассаламағалейкум, бұл Атамекен бизнес чанелді эксклюзив. Бүгінгі қонағымыз Қазақстан Республикасы сыртқы істер министрі Қайрат Әбдірахманов. Қайрат Құдайбергенұлы, енді өзіңізге уақыт тапқаныңыз үшін алғыс айтамыз. Енді ең алдымен сауалымыз өзіңіздің Түркияға жасаған 2 күндік ресми сапарыңызды қорытындылай кетсеңіз. Осы сапар барысында біз сыртқы істер министрлігінде келіссөз жүргіздік. Түрік тарапынан менің әріптесім Мевлют Чавушоглу басқарған делегация қатысты. Осы келіссөз барысында осы жылға жоспарлаған жоғары деңгейдегі екі ел арасындағы стратегиялық ынтымақтастық кеңесінің отырысына дайындықты біз талқыладық. Бұл кеңес біздің елдеріміздің президенттеріміздің төрағалығымен өтеді. Екі жақты қарым-қатынасқа ерекше көңіл бөлдік. Біздің күн тәртібімізде тұрған мәселелер олар сауда-экономикалық байланысқа көңіл тартып отыр. Сонымен қатар келіссөз жүргізген кезімізде неғұрлым көп түрік бизнесмендерден инвестиция тарту болады. Соған байланысты біз түрік тарапын елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың бастамаларымен таныстырдық. Олардың арасында біздің экономиканы жаңғырту мәселелері, оның арасында модернизация, біздің саясатымыз 4-ші индустриялық революцияға жататын бастамалар және әрине рухани жаңғыру бастамамыз осы түрік тарапынан өте үлкен қызығушылық тудырып отыр. Мен осы сапар кезінде түрік ғалымдармен кездескен кезде олар ерекше көңіл біздің латын әліпбиге көшуімізге көңіл бөліп отыр. Көп сұрақ қойып отыр. Соның бәрін біз түсіндірдік. Енді экономика мен саудаға қайта оралсақ, біз осы бүгінгі таңда Ақтау мен Құрық Каспий теңізіндегі порттарымызды дамытып келе жатырмыз. Сонымен қатар біздің нұрлы жол инфрақұрылымдық бастамамыз бар. Ол жоба іске асырылды. Және Қытайдың бастамасы бар, Belt and Road Initiative деген. Солардың бәрінің арқасында біз Қазақстанның инфрақұрылымын, транспорт, көлік, логистикалық біздің мүмкіншіліктерімізді көтере отырып, түрік бизнесмендерге өзіміздің мүмкіншіліктерімізді көрсетіп отырмыз. Жуырда ғана Баку-Тбилиси-Карс деген жеңіл темір жол іске қосылған болатын. Біз қазір Азиядан Европаға немесе Азияға біздің инфрақұрылым арқылы жүк тасымалдауды қамтамасыз етуге әрбір мүмкіншілігіміз бар. Жақсы, енді жемісті сапар болған рас. Онан бөлек күні кеше өзіңіз түрік кәсіпкерлерімен кездестіңіз. Олар еліміздегі, яғни Қазақстандағы бизнес ахуалды, яғни бизнес климатты жақсартуға көп көңіл бөлетінін жеткізді. Осы турасында айта кетсеңіз. Инвестициялар туралы әңгіме көтерілгенде біз тек қана мұнайы мен тау-кен металлургия мен басқа біздің экономикамыздың салаларына инвестиция тарту емес, бірақ басқа да салаларды көрсетіп отырмыз. Олардың арасында әсіресе ерекше рөл ауыл шаруашылығына бөлінеді. Біз түрік бизнесмендерге және түрік үкіметіне мынандай бір ұсыныс жасадық. Мүмкін біз екі жақтық қор құрамыз. Сол қор арқылы ауыл шаруашылық саласындағы инвестициялық проекттерге қаржыландыру мәселесін шешуге болатын еді. Осы тағы да басқа мәселелерді талқылау кезінде түрік тарапынан, әсіресе олардың бизнесмендердің арасынан бірсыпыра ұсыныстар енгізілді. Оны біз қазір Қазақстанда біздің үкімет, сонымен қатар Қазақ Инвест, Қазақ Туризм, Қазақ Экспорт, Атамекен ұлттық палата бар. Солармен біз егжей-тегжей қарастыратын боламыз. Осы бізге түскен нақты ұсыныстарды. Ол ұсыныстардың арасында тағы да бірнеше түрік тарапынан көрсетілген қызығушылық бар.
Мысалы, оларда бізге өздерінің жаңағы тарапынан қалай біз өзіміздің инвестиция жаңағы саласындағы жағдайды қалай жақсартуға болады, соған бағытталған да бірнеше ұсыныс бар. Оны біз мұқият қарастыруымыз керек, өйткені бұл түрік жаңағы бизнес инвесторлардың атынан көрсетіліп отырған қызығушылық бір жақтан, екінші жақтан олар біздің жақтан күтетіні ол нақты бір іс-қимылдар, олардың жаңағы инвестицияларға өте қолайлы жағдай тудыруымыз керек. Сонымен қатар жаңағы екі жақты қарым-қатынас тек қана экономика, жаңағы инвестиция немесе туризм саласымен шектелмейді. Біз мынау халықаралық ұйымдардың деңгейінде де әріптестігімізді нығайтып жатырмыз. Біз Біріккен ұлттар ұйымының қауіпсіздік кеңесінің тұрақты емес мүшесіміз. Осы салада біздің әріптестігіміз де өзінің бір көрінісін тауып отыр. Сонымен түркі тілдес жаңағы елдердің де кеңесі бар. Оның да шеңберінде біздің түркі академиясы бар, тағы да басқа институттар өзінің қызметін атқарып жатыр. Түрксой деген өзіміздің бастамаларымыз бар. Оның да оның жаңағы шеңберіндегі іс-қимылдар оларда өте маңызды, өте орасан зор. Енді бүгінге дейін Түркиядан бізге келіп түскен инвестициялардың көлемі 2 миллиард доллар құрайды. Әрине ол басқа елдерден келіп отырған инвестицияларға қарағанда өте төмен көрсеткіш. Біз оны неғұрлым көбейтуіміз керек. Осыған жаңағы осында біздің үкіметтің атынан қызмет етіп жатқан мысалы Қазақ Инвесттің өкілдігі өзінің үлесін қосу керек. Және міне бүгін біз байқадық, әсіресе бизнес тарапының атынан өте көп бүгін бізден күтіп отырған жаңағы іс-қимыл бар. Біз еліміздің заңнама негізін нығайтуымыз керек. Әсіресе бизнес пен инвестицияларға жаңағы арналған оның жаңағы құжаттарын. Парламенттің төрағасымен де мен осы сапар кезінде кездестім. Парламентаралық қарым-қатынас өте күрделі. Біздің парламент мүшелері бір-бірімен түркі тілдес парламентаралық жаңағы ассамблеяның шеңберінде қызмет етіп келе жатыр. Және жаңағы Европадағы ынтымақтастық және қауіпсіздік ұйымының парламентаралық жаңағы ассамблеясы бар. Осындай тағы да басқа міне біздің халық қалауларының арасындағы ынтымақтастықты және өзара өте тиімді байланыстарды біз жаңа деңгейге көтеруге әртүрлі жаңағы мүмкіншіліктеріміз бүгін бар. Енді Қайрат Құдайбергенұлы, бұдан бөлек сіз тағы бір маңызды кездесуді өткіздіңіз. Ол Түркия Республикасының президенті Реджеп Тайып Ердоғанмен кездесу. Қандай мәселелер көтерілді? Айта отырсаңыз. Ердоған мырза елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың осы күні атқарып отырған жұмысына өте жоғары баға беріп отыр. Ол біздің ішкі саясатымызға да байланысты, әсіресе экономикалық жаңағы ахуалдағы іс-әрекеттеріміз. Жақсы, енді осы сапарыңызда тағы бір маңызды мәселеге көңіл аудардыңыз. Ол Сирия мәселесі, Астана процесі. Түркия тарапы қандай ұстаным ұстап отыр? Олардың көзқарасы қандай? Түркия басшылығы өзінің ризашылығын біздің елбасымызға білдіріп отыр, әсіресе мынау Астана процесіне байланысты. Өйткені Сириядағы жағдайды тұрақтандыруға Астана процесінің қосып отырған үлесі орасан зор. Енді өзіңізге алғыс айтамыз. Шын мәнісінде бұл сапарыңыз оңынан болды. Түркия тарапынан да бірқатар маңызды кездесулерге қол жеткіздіңіз. Түрік инвесторлары елге бизнес климатты жақсартуға көңіл бөлетінін де айтты. Ол турасында енді көрермендеріміз қанық деп ойлаймын. Қадірменді көрермен, бүгінгі біздің эксклюзив хабарының қонағы болған Қазақстан Республикасының сыртқы істер министрі Қайрат Әбдірахманов болатын. Амандықта жүздескенше.